Ой, Ернат. Әргі айтып жүрген мінекей система жасап қойдым. Заңды қара. Қазір оталдырам. Газдан бензин насосқа ауысқанда қалай жұмыс істеу керек? Машина оталдырам. На индикатор жанында. Бензин насос. Вот машина оталды. Бензин насоспен істеп тұр. Қазір газ қосылады. Газ қосылғанда бензин насос өшеді. Әне автоматически көрдің бе? Газға қосылды мінекей. Бензин насос өшіп қалды. Көп машиналарда бензин насос постоянно қосылып жүреді. Жаңа газға ауысады ғой, сол кезде бензин насос халасты қолай береді. Сонда мынаны орнатып қойсаң, бензин насостың өмір жасы ұзақ болады. Мысалы, бір бензин насос 5 жыл істейтін болса, мынандай болса, газға қосқанда бензин тоқтап тұрса, ол 10 жыл, 15 жыл істеуі мүмкін. Міне қазір газ бітеді, газ өшеді автоматически. Сонда бензин насос автоматически қосылады. Автоматты түрде мінекей газды өшірем. Міне газ өшті. Міне бензин насос қосылды автоматически өзі. Міне. Негіз жігіттер барлықтарыңа сәбет, осылай жасап алсаңдар болады. Қазір газды қосам, бензин насос өшеді автоматически. Әне. Егерде релейде проводтарынан бір жағдай болып жатса, қосымша мына кнопканы бассаң, бензин насос қосылады. Ручной. Әне. Қазір екеуі де істеп тұр. Бензин насос холостой қуалап тұр. Негізі машина. Бүгін Алла қаласа бензин насосқа кнопка қойып автоматты түрде машина өталған кезде бензин насос өшетіндей өзі өшіп қалады. Газ біткен кезде автоматты түрде өзі қайтып қосылатындай қылып система провод кнопкалармен жасадық. Міне кілтті ашқан кезде, міне мынау жанып тұрған кезде бензин насос істеп тұр. Міне машина оталды. Бензин насос істеп тұр. Газ енді қосылады қазір. Газ қосылады. Газ қосылған кезде бензин насос өшеді. Қазір міне бензин насос өшті. Газбен істеп тұр. Енді қазір егер газды өшірсек, газ бітті дегенде де газды өшірсек, бензин насос автоматты түрде қайтып қосылады. Міне. Қайтып қосылды. Осындай система жасауға рекомендовать етем, жасатып алыңдар. Міне қазір қайтадан газды қосамын, бензин насос өшеді. Өшті.